Достар, сәлем. Бүгін біз жазды күні шөлді жақсы басатын және қонақ келген кезде ұсынатын лимонадтардың түрімен бөлісемін. Лимонадымыздың бірінші түріне киви қажет болады. Кивиміздің қабығын ашып, турап алатын боламыз. Үйіңізде егер де киви көп болатын болса, осы сусынды дайындап көруге кеңес беремін. Мен бұл лимонадқа 2 киви қолдандым. Кивимізді турап алғаннан кейін блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Кивиді блендермен өткізіп алдық, осындай пюре сияқты болып шығады. Ендігі кезекте бұл кивиден жасалған пюремізді міндетті түрде сүзгіштен өткізіп аламыз. Осылай қасықтың көмегімен де тез-тез жақсылап өткізетін боламыз. Осылай йогурт тәріздес сұйықтықта болады. Бізге енді апельсин қажет болады. Апельсинімізді 4-ке бөліп, 4-тен 1 бөлігін бағана кивиден жасалған пюреміздің үстіне апельсиннің суын ағызамыз. Қалған апельсинді өз қалауынша турап аламыз. Енді барлығын графинге жинауға бастаймыз. Алдымен кивиден жасалған пюремізді, мятаны, апельсинді, одан кейін спрайт сусынын құямыз. Негізі бұл лимонадқа сарыағашты да қолдансаңыз болады, газдалған түрін. Бірақ өзіме спрайт ұнайтын болғаннан кейін спрайтты қолдандым. Міне лимонадымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Енді екінші лимонадымызды жасауға кірісейік. Бұл лимонадтың түрі мейрамханаларда өте танымал лимонадтардың бірі болып табылады. Себебі бұл лимонадқа сироп қосылады. Лимонадқа лимон, лайм, мята және де барбадос сироп қажет болады. Лимонды да, лаймды да өздеріңіз қалауыңыз бойынша турап аласыз. Мятаны да жақсылап жуып, шұлып, графинімізге саламыз. Одан кейін лимонның сүйектерін алып тастап, лимонды және лаймды да солай салып шығамыз. Және де сироптың өлшеміне келетін болсақ, мен 150 мл сиропты қолдандым. Себебі мен спрайт сусынын құйдым. Ал егер де сарыағашпен қолданатын болсақ, сиропты сәл көбірек қосатын боламыз. Спрайтты қойып болғаннан кейін қасықпен жақсылап араластырып, лимонның дәмі сіңгенше 5-10 минутқа кішкене қойып болсаңыз болады, немесе сразу бере берсеңіз де болады. Айтпақшы, менде осы 2 графиндегі 2 түрлі лимонадқа 2 литр спрайт кетті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар.